Сәлем оқушылар, 8 сыныптың алгебрасы 11-де 3-ші есепті шығаратын боламыз. Модуль түрінде берілген квадрат теңдеу екен. Біз білеміз, модуль таңбасының ішінде не теріс сан болуы мүмкін, не оң сан болуы мүмкін. Бәрібір бізде оң сан шығады. Демек, бізде екі жағдайды қарастыруымыз керек екен. А жағдайында, яғни модуль таңбасының ішіндегі өрнекті x азайту 5 бізде 0-ден үлкен немесе 0-ге тең болуы мүмкін. Бұл бірінші жағдайы. Ал екінші жағдайы x азайту 5 ол бізде 0-ден кіші болуы мүмкін. Осы екі жағдайды қарастырып берілген теңдеуді шығаратын боламыз. Алдымен каналға тіркеліп алуды ұмытпаңдар. Алдағы уақытта мен көптеген есептер салатын боламын. Каналды жоғалтып алмаңыздар. Демек бізде x азайту 5-ті біз оң сан деп алатын болсақ, бізде берілген теңдеуіміз мына түрде түрленеді. Яғни x-тің квадраты азайту модуль таңбамыз бізде жай жақшаға айналады. x азайту 5 болады, тең 0-ге. Енді жақшаны ашып, біз теңдіктің оң жағында тұрған 5-ті теңдіктің сол жағына өткізіп алайық. Сонда x-тің квадраты азайту x қосу 5, азайту 5 тең 0 түріндегі теңдеуді аламыз. 5 пен 5 екеуі жойылып кетеді. Екеуі қосындысы қарама-қарсы таңба болғандықтан таңбалары қосындысы 0-ге тең болады. Сонда бізде қалғаны x-тің квадраты азайту x тең 0 түріндегі теңдеу қалады. Ортақ көбейткіш x-ті жақшаның сыртына шығаратын болсақ, x азайту 1 тең 0. Бұл жерден әрқайсысын біз 0-ге теңестіріп аламыз. Яғни x тең 0, x азайту 1 тең 0-ге. Мына жерден x тең болады 1-ге. Яғни x 0-ге тең және x 1-ге тең деген екі түбірді анықтадық. Енді оны апарып, бастапқыда берілген шартты қанағаттандырады ма, жоқ па, соның орнына қойып тексеріп көреміз. Сонда x-тің орнына бірінші 0-ді қоямыз. 0 азайту 5 үлкен болу керек 0-ден. Яғни минус 5 дегеніміз 0-ден үлкен. Біз орнына қойып көрген кезде минус 5 теріс сан, ол міндетті түрде 0-ден кіші болу керек. Ал бізде 0-ден үлкен болып тұр, сондықтан 0 деген жауапты біз алмайды екенбіз. Енді 1-ді қойып көреміз. 1 азайту 5 үлкен болу керек 0-ден. Яғни 1-ден 5-ті азайтамыз, минус 4, ол үлкен 0-ден. Бұл жерде де теріс сан 0-ден үлкен деп тұр, бізді шартты қанағаттандырмайды. Мынау бізде теріс санымыз 0-ден кіші болады. Сондықтан 1 деген жауапты да жауап ретінде алмайды екенбіз. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Енді әр жағдайын қарастырамыз. x азайту 5 0-ден кіші, яғни теріс сан деп алатын болсақ, онда берілген теңдеуді былай жазуға болады. x-тің квадраты азайту жай жақша минус деп x азайту 5 деп жазамыз. Сонда тең 5-ке. Арғарай жақшаларды ашамыз. x-тің квадраты азайту. Мына жерде жақшаның алдына минус таңба болғандықтан жақшаның іші қарама-қарсы минус келеді. Сонда минус x плюс 5 деп ашылады жақшамыз. Міне, тең 5-ке. Енді мына жақшаның алдында тағы минус болғандықтан x-тің квадраты плюс x минус 5 деп ашылады. Теңдіктің оң жағында тұрған 5-ті тағы да минус 5 деп өткізіп аламыз тең 0-ге. Осы жерден ықшамдайтын болсақ, x-тің квадраты плюс x минус 10 тең 0 түріндегі квадрат теңдеуді аламыз. Ары қарай дискриминантпен есептейік. Дискриминантты b квадрат дейтін болсақ, b квадрат 1-ге тең. 1-дің квадраты азайту 4, көбейту 1, көбейту минус 10. Яғни бұл жерде 1 қосу 40 тең болады 41-ге. Енді x1 және x2-ні анықтаймыз. x1 тең болады минус 1 минус түбір астында 41 бөлімінде 2. x2-ні жазайық. Минус 1 плюс түбір астында 41 бөлімінде 2. Түбір асты 41-ден ешқандай сан шықпайды, сондықтан өз бойынша қалдырамыз. Енді мына бастапқыда x азайту 5, бұл бізде 0-ден кіші деген шартты қанағаттандыру керек. Яғни бұл жерден шығатыны x кіші болу керек 5-ден шартын тексеріп көреміз. Түбір асты 41 дегеннен примерно бізде 7-ге жетпейді, 6 мен 7-нің арасындағы сан шығады. 6 мен 7-нің арасындағы сан шығады. Примерно бір 6,5 деп алайық. Мысалы, минус 1, минус 6,5 деген минус 7,5 болады да. Олны 2-ге бөлетін болсақ, бізде примерно 3 пен 4-тің арасындағы сан шығады. Яғни бұл бізде 5-ден кіші деген шартты қанағаттандырады. Екіншісін тексеріп көрейік. Мына жерде 6,5 деп алатын болсақ, минус 1-ге 6,5-ті қосқан кезде минус 5,5 болады. Оны 2-ге бөлетін болсақ, бізде примерно 2 мен 3-тің арасындағы сан шығады. Бұл жерде де 5-ден кіші шартын қанағаттандырады. Демек, есептің жауабы екеуінде алады екенбіз. Минус 1 плюс минус түбір астында 41 бөлімінде 2. Мені түсіндіре алдым деп ойлаймын. Егер сұрақтар болса, комментарийге қалдырып отырамыз. Екіншісінде x-тің квадраты плюс модуль таңбасының ішінде x плюс 4 тең 4-ке. Бұл жерде а жағдайында x плюс 4-ті 0-ден үлкен немесе тең деп аламыз. А жағдайында
x плюс 4-ті кіші 0-ден деп аламыз. Осы екі жағдайды қарастырамыз. Кеттік. X-тің квадраты плюс x плюс 4 минус 4-те бірден өткізіп алайын, теңдіктің жағындағы 4-ті. Тен 0-ге. Осы жерден 4 пен 4 жойылып кетеді. X-тің квадраты плюс x тен 0 түріндегі теңдеу қалады. Ортақ көбейткіш x-ті жақшаның сыртына шығарамыз. Сонда жақшаның ішінде x қосу 1 тен 0-ге. Осыдан x тен 0 және x плюс 1 тен 0. Осыдан шығатында x тен минус 1-ге. Міне 0 және минус 1 сандарын біз бастапқыда мына шартты қанағаттандырады ма жоқ па, соған орнына қойып тексеріп көреміз. Және 0 қосу 4 үлкен болу керек 0-ден, 4 үлкен 0-денен. Бұл шартты қанағаттандырады. Демек x тен 0-денен жауап бізде бар. Енді минус 1-ді қоямыз. Минус 1 плюс 4 үлкен болу керек 0-ден. Минус 1-ге 4-ті қоссақ 3 болады. Ол міндетті түрде 0-ден үлкен болады. Демек минус 1 дегенімізде берілген теңдеудің түбірі бола алады. Енді екінші жағдайды қарастырамыз. Яғни x плюс 4 дегеніміз ол теріс сан болса қалай болады? Берілген теңдеуіміз мына түрге айналады. X-тің квадраты қосу жақшаның ішінде минус x плюс 4. Яғни жақшаның алдына біз минус таңбасын қояды екенбіз. Тен 4-ге. Жақшаны ашамыз. X-тің квадраты минус x минус 4 болып ашылады. Мына берілген 4-ті минус 4 деп теңдіктің сол жақ бөлігіне өткізіп аламыз. Сонда x-тің квадраты азайту x минус 8 тен 0-ге түріндегі квадрат теңдеуді аламыз. Дискриминантын есептейік. Минус 1-дің квадраты азайту 4 көбейту 1 көбейту минус 8. Минус 1-дің квадраты 1-ге тең, минус 4 пен минус 8-дің көбейтіндісі плюс 32-ге тең, қосындысы 33-ге тең. Енді x1-ді табамыз. x1 дегеніміз 1 азайту түбір астында 33 бөлімінде 2, x2-ші түбірі 1 қосу түбір астында 33 бөлімінде 2. Мына орнына қоямыз. Түбір астында 33-тен бізде не шығады? 5 пен 6-ның арасындағы сан шығады. 5 пен 6-ның арасында. Енді мына жерде x плюс 4 кіші 0 деген санды қанағаттандырады ма жоқ па? Бұл жерден шығатыны x кіші болу керек минус 4-тен. Осы шартты қанағаттандыру керек. Енді бұл жерде қазір 5,5 деп алайық. Мысалы 5 пен 6-ның арасындағы сан. 1-ден 5,5-ті азайтатын болсақ 4,5 болады. 4,5-ті 2-ке бөлетін болсақ, бізде не шығады? Минус 4,5, 2-ке бөлетін болсақ, 2 мен 3-тің арасындағы сан шығады. Минус 2 мен минус 3-тің арасындағы сан. Ал бұл дегеніміз бізде минус 4-тен кіші болмайды, минус 4-тен үлкен болады. Демек, мына берілген жауабы минустығы бізде берілген теңдеудің түбірі бола алмайды. Берілген шартты қанағаттандырмайды. Енді мына жерде 1 қосу түбір асты 33 бөлу 2 дегеніміз ол оң сан болады. Ал бізге не керек? Минус 4 дегеніміз ол минус 4-тен кіші болу дегеніміз ол теріс сандар минус 4-тен кіші болады. Сондықтан мына берілген түбірімізде берілген шартты қанағаттандырмайды. Демек есептің жауабы тек қана 0 мен минус 1-ді алады екенбіз. Қалған екінші вариантындағы жауаптар сәйкес келмейді, берілген шартты қанағаттандырмайды. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Үшіншісінде x-тің квадраты плюс 4x плюс модуль таңбасының ішінде x плюс 3 тен 0 түріндегі теңдеу берілген. Бірінші біз x плюс 3-ті, яғни модуль таңбасының ішіндегі өрнекті 0-ден үлкен немесе тең деп аламыз. Әсінде біз x плюс 3-ті кіші 0-ден деп аламыз. Осы екі нұсқасын қарастырамыз. Сонда, егер оң сан болатын болса, біздің теңдеуіміз x квадрат плюс 4x плюс x плюс 3 тен 0 түрінде прям модуль таңбасын алып тастауға болады. Сонда ықшамдаймыз ары қарай. X-тің квадраты 4x-ке x-ті қоссақ 5x болады, 3-ке 3-ті қоссақ 6 болады, тен 0-ге. Егер вет теоремасымен табатын болсақ, бірінші түбірі минус 3-ке тең, екінші түбірі минус 2-ке тең. Яғни минус 3 пен минус 2-ның көбейтіндісі плюс 6-ны береді, минус 3 пен минус 2-ның қосындысы минус 5-ті береді. Осылай вет теоремасы арқылы табуға болады. Енді бұл жерде x-іміз үлкен немесе тең болу керек минус 3-тен. Шартын қанағаттандырады ма жоқ па? Берілген түбірлерді біз анықтап аламыз. Яғни минус 3 дегеніміз минус 3-ке тең. Берілген мына x тең минус 3 шарты қанағаттандырып тұр. Минус 2 бізде минус 3-тен үлкен. Бұл да бізде шартты қанағаттандырады. Демек, минус 3-те, минус 2-де берілген теңдеудің түбірі бола алады. Ал енді әсін қарастырамыз. X-тің квадраты плюс 4x минус x минус 3 плюс 3 болып модуль таңбасын алып тастаймыз. Сонда ары қарай ықшамдайтын болсақ x-тің квадраты плюс 3x
мына 3 пен 3 жойылып кетеді, тең 0-ге. Бұдан x-ті жақшаның сыртына шығаратын болсақ, x қосу 3 тең 0. Ол жерде x тең 0-ге, және x қосу 3 тең 0-ге. Осыдан x тен минус 3 деген жауаптарын аламыз. Ал енді 0-ді қойып көретін болсақ, қана жерде x кіші болу керек минус 3-тен. Ал 0 дегеніміз ол бізде минус 3-тен үлкен сан, сондықтан 0 деген жауапты біз жауап ретінде қабылдай алмайды екен, шартты қанағаттандырмайды. Ал минус 3 дегеніміз бізде бар, бірінші жаңағы асында шығарғанымыздай минус 3 түбірі бола алады. Демек есептің жауабы минус 3 пен минус 2 болды. 0 дегенді алмаймыз. Сұрақтар болса қалдырамыз комментарийге. Төртінші есепте x-тің квадраты плюс 17 тең 9x плюс 4 модуль таңбасының ішінде x азайту 3. Так, асында біз қарастырамыз. Модуль таңбасының ішінде x азайту 3 өрнегі бізде оң сан немесе 0-ге тең сан болуы мүмкін деп қарастырамыз. Осыдан x үлкен немесе тең болу керек 3-тен. Әсінде x азайту 3 кіші 0-ден болу керек. Бұдан шығатыны x кіші болу керек 3-тен шартын қанағаттандыранымыз, соны есептеп көреміз. Так, асында оң сан деп қабылдайтын болсақ, онда x-тің квадраты плюс 17 тең 9x плюс 4. Модуліміз бізде жай жақшаға айналады, x азайту 3 деп жазамыз. Ары қарай жақшаларды ашып ықшамдаймыз. x-тің квадраты плюс 17 тең 9x плюс жақшаны ашамыз, 4 пен x-тің көбейтіндісі 4x, 4 пен минус 3-тің көбейтіндісі минус 12. Енді барлығын теңдіктің сол жақ бөлігіне жинақтаймыз. x-тің квадраты плюс 17 минус 9x минус 4x плюс 12 тең 0-ге. x-тің квадраты, x-ті жазайық бірінші, минус 9 минус 4-іміз минус 13x-те береді. 17-ге 12-ні қоссақ плюс 29 тең 0-ге. Так, дискриминант есептейміз. Минус 13-тің квадраты минус 4 көбейту 1 көбейту 29 тең болады. 13-тің квадраты 169, азайту 4 бір 29-дың көбейтіндісі 116, азайтатын болсақ 53-ке тең. X бірінші түбірі болады 13 азайту түбір астында 53 бөлімінде 2, екінші түбірі болады 13 плюс түбір астында 53 бөлімінде 2. Міне, енді берілген бастапқыда x 3-тен үлкен немесе тең болады деген шартын қанағаттандырады ма жоқ па, соны есептеп көреміз. Түбір асты 53 дегеннен примерно бізде 7 мен 8-дің арасындағы сан шығады. Мысалы 7,5 деп алатын болсақ, 13-тен 7,5-ті азайтатын болсақ, бізде 5,5 деген шығады. 5,5-ті 2-ге бөлетін болсақ, примерно бізде 3-тен кіші сан шығады. Демек берілген мынауымыз бізде берілген теңдеудің түбірі бола алмайды. Ал енді плюстығын есептейтін болсақ, 13-ке мысалы 7,5-ді қосатын болсақ, 20-дан артық сан шығады. 20-дан артық санды 2-ге бөлетін болсақ, 10-нан артық сан шығады. Ол дегеніміз 3-тен үлкен, яғни шартты қанағаттандырады. Міне, осы түбірді алуға болады жауап ретінде. Ал енді екінші әсінде көреміз, жақшаларды ашып. Сонда x-тің квадраты, егер x азайту 3-ті теріс сан деп қабылдайтын болсақ, онда x-тің квадраты қосу 17 тең 9x. Мына берілгендегі плюсіміз минус болады да, 4 жақшаның ішінде x азайту 3 болады. Енді жақшаларды ашып ықшамдаймыз. x-тің квадраты қосу 17 тең 9x, жақшаны ашамыз, минус 4 пен x-тің көбейтіндісі 4x, минус 4-ті минус 3-ке көбейтеміз, плюс 12. Барлығын теңдіктің сол жақ бөлігіне жинап аламыз. x-тің квадраты қосу 17 азайту 9x қосу 4x азайту 12 тең 0-ге. Ықшамдаймыз, ұқсас мүшелерін біріктіреміз. x-тің квадраты минус 5x плюс 5 тең 0. Дискриминант есептейміз. Минус 5-тің квадраты азайту 4 көбейту 1 көбейту 5. Минус 5-тің квадраты 25-ті береді. Азайту 4 пен 5-тің көбейтіндісі 20-ны береді. 25-тен 20-ны азайтсақ 5-ке тең. Демек, x бірінші түбірі болады 5 азайту түбір астында 5 бөлімінде 2. Екінші түбірі болады 5 қосу түбір астында 5 бөлімінде 2. Ал енді берілген түбірлеріміз бізде 3-тен кіші болу керек. 5 азайту түбір асты 5-тен бізде 2-ден үлкен сан шығады. Ал 5-тен 2-ден үлкен санды азайтатын болсақ, 3-тен кіші сан шығады. 3-тен кіші санды 2-ге бөлетін болсақ, ол бізде анық көрініп тұр, ол 3-тен кіші сан екені. Ал енді
мына жерде 5 түбір асты 5 демізде 2-ден үлкен сан шығады дедік қой. 5-ке 2-ден үлкен санды қосатын болсақ, 7-ден үлкен сан шығады да. 7-ден үлкен санды 2-ге бөлетін болсақ, бізде 3,5-тен үлкен сан шығып кетеді. Демек, бұл дегеніміз 3-тен кіші болмайды. Значит, біз не істейміз? Бірінші түбірді жауап ретінде ала алады екенбіз. Сонда есептің жауабы болады. Бірінші бізде 13 плюс түбір астында 53 бөлімінде 2 болды. Екіншісінде 5 азайту түбір астында 5 бөлімінде 2 болды. Міне, түсіндіре алдым деп ойлаймын. Бүгін видеода көрсеткен 11-де 3-ші есеп барлығы түсінікті деп ойлаймын. Егер сұрақтар болса, міндетті түрде комментарийге қалдырып отырыңыздар. Каналды жоғалтып алмау үшін тіркеліп алыңыздар. Достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаймыз. Келесі сабақтарда кездескенше.